құрметті көрермен. Сәлем достар, сіздермен сәрсенбінің сәтті күнінде қайтадан жас ғалым хабары. Я, және де оның жүргізушілері, менің шәкіртім Медеу Ақылбек және мен ұстазым Айжан Мұратқызы. Рахмет, ал балалар, қош көрдік. Біздің бағдарламамыз тікелей эфирде, әдеттегідей сәрсенбі күні Балапан арнасында. Я, және де біз бүгінге эфирімізді бастамай-ақ кішкене бір нәрселерді талқылай тұрайық. Оған байланысты өте қызық нәрсе, қуанышты жайт. Ол әрине де біздің демалысқа шығуымыз. Өте қуанышты жайт. Дұрыс айтасың. Күзгі демалыс жақындап қалды. Бірінші 90 аяқталуда. Ал сенің бірінші 90-дағы бағаларың, жалпы қорытынды бағаларың қандай екен? Барлық қорытындылар әлі шыққан жоқ, бірақ та енді қорытылған сабақтардан дүниежүзі тарихы секілді Қазақстан тарихынан мен 5-ке шықтым. Керемет, бәрекелді, құттықтаймын сені. Ал Медеу, айта қойшы, қаншама сабақ болып жатыр сендерде, қаншама ақпарат келіп жатыр. Соны есте сақтау үшін сен белгілі бір стратегияларды қолданасың ба? Қалай соның бәрін сақтайсың? Көбінесе кітаптарда көп ақпарат жазылған. Бірақ та олардың керегі тек қана сол тестілеуде ғана емес, өмірде де керек нәрселерді ғана өзіне алу керек. Сонымен қатар кітаптарды көп оқу керек. Ал жатталынбаған ақпараттарды қайтадан оқып және ізденіп, былай көп білімді игерудің өзінде ең бастысы керек нәрсені алу керек. Дұрыс айтасың, және де түсініп оқу керек, жаттанды емес, түсініп оқығанда балалар сол өте жақсы есте сақталады. Сонымен қатар соңғы зерттеулерге қарағанда, мысалы Нейро Сайенс журналында былай жазылып тұр. Есте сақтау қабілетті жақсарту үшін спортпен шұғылдану керек. Әсіресе жүгіру есте сақтау қабілетіне өте жақсы әсер етеді екен. Және де ақпарат оқығанда, кітап оқығанда, оны егер дауыстап оқысаң, ол да есте жақсы сақталады екен. Ең бастысы басқа нәрсеге мән беріп, сол кітапта оқып жатқан нәрсені ұмытып қалмау. Дұрыс айтасың, және де бұл ақпаратты қарапайым күнделікті өмірмен байланыстырсаң, онда оны түсіну және есте сақтау оңайырақ болады. Содан кейін жатарда сол жаңағы келесі күні, ертеңгі күні тестілеу болып жатса, жиынтық бағалау болып жатқан кезде түнде жатарда оқысан сол ақпаратты кітаптағы, ол жақсырақ есте сақталады дейді. Өте жақсы. Ал енді бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбын айтатын болсақ, ол конвекция процесі. Енді балалар шошып қалмаңыздар, жаңа термин пайда болды, конвекция. Енді осы тәжірибе жүзінде оны түсінсеңіз, ол сізге өте оңайырақ болады, Енді сол үшін біз бүгін тәжірибе жасаймыз. Бұл тәжірибеде келесі заттарды қолданамыз. Бізде мұны бір су бар, жылы суымыз бар. Және де мұны ойлап қалатын шығарсыздар, көк не деп. Ол көк түсті біздің мұзымыз. Өте әдемі көрінеді. Неліктен көк? Себебі, көретін боласыздар. Ал осы көк мұзды қалай жасауға болады, білесің бе? Суды құямыз да, осындай кішкентай қалай айтсам болады, сол ұяшықтарға, содан соң оларды мұздатқышқа қойды. Ал көкке бояу үшін мұздатқышқа қойдың алдында көк бояуды құясыз да? Ең бастысы, және де ол бояғыштар, оларды андай жаман бояғыштар емес, ал қалай айтсам болады, көптеген торттарда болсын, және де басқа тамақта қолданылатын бояғыштар, оларды жеуге болады. Ас бояғыштар, бояғышты қоясыз да, сосын тоңазытқышқа қоясыз. Солай бізде көк мұз пайда болады. Ал келесі керек затымыз бізде қызыл бояғыш. Міне тағам дайындауда қолданылатын қызыл бояғыш, тіпті гуаш не акварель қолдансаңыз да болады. Себебі бүгін оны біз ішпейміз, жемейміз, сондықтан ол қауіпсіз. Келесі бізге керекті зат, мұнандай бізде пластик немесе шыны ыдыс.
төрт бұрышты болғаны Иә. жөн. Және көрінеді. Көлемін қарасаңыздар, ол терең, иә. Сол бізге тәжірибенің барысын көру үшін ыңғайлы болады. Және оны суға толтырасыз, судың температурасы ол бөлме температурасына сәйкес болу керек. Ал бөлме температурасын жасау үшін не істеу керек? Суды құясыз, толтырасыз ыдысқа, және оны қалдырып кетесіз. Яғни температура жылу алмасу процесінің негізінде осы судағы температура бөлме температурасына сәйкес болады. Келесі қолданатын заттарымыз ол шыны, қайтадан шыны ыдыс, осындай стакан, және де үлкен шприц. Оны біз дәріханада сатып ала аламыз. Мұнда бізде 20 мл шприц, мынандай үлкен шприц. Ал енді мына тәжірибе жасаудың орнына біз көрермендерге бір сұрақ қояйық. Мүмкін олар бұл конвекция процесін білетін шығар, өздерінің білімдерімен алмасқаны күшті болушы еді, жақсы болушы еді. Ал енді балалар, конвекция процесі негізінде бізде үйлерімізде осы бөлмені жылытатын радиаторлар төмен орналасады. Ал кондиционерлер жоғары орналасады. Солардың себебін білсеңіз, бізге хабарласып, жауабын айтсаңыз, біз қуанышпен қабылдап аламыз. Ал біздің нөмірлеріміз бізге хабарласатын, сұрақ қою үшін немесе сұраққа жауап беру үшін 95-55-49, 95-55-99 қала коды 71-72 нөміріне хабарласаңыздар болады. Сұрақты қайталап кетейін, неліктен жылытатын радиаторлар төмен, ал кондиционерлер жоғары орналасады? Шамамен конвекция деген не деген сұраққа жауап бере кетейік. Бірақ та өзіміздің жаңағы сұрағымызға байланысты біз оны толықтай айтпаймыз. Тәжірибе жүзінде түсіндіреміз. Және бізге хабарласқан кезде міндетті түрде телефон тұтқасы арқылы сөйлеңіздер, ал теледидар дауысын басып бәсеңдетіп қойыңыздар. Ал кеттік, енді не істейміз? Біздің жылы суымыз бар мұны. Бұл бөлме температуралы су, бізге жылы су қажет болады. Сен дұрыс айтасың. Оны мен қосайын, мына ыдысқа құяйын. Біз алдын ала оны қайнатып алдық. Мынау қайнатылған су, мынау өте ыстық, сондықтан осы жерде қауіпсіздік техникасын сақтаңыздар. Ата-ананың көмегін сұрасаңыздар. Және шыны ыдысқа қатты ыстық суды құймаңыздар, себебі ол сынып кетуі мүмкін, дұрыс айтасың. Ал енді ыстық суға біз қызыл бояғышты қосайық. Көрейік енді, ол қаныққан қызыл түске боялу қажет. Қанша тамшы керек? Біреу, екеу, үшеу. Ал 3 тамшы қосқанда көрейік қандай нәтиже алады екен. Және де біз таяқшамен араластырамыз. Таяқшамен, қасықпен араластырсаңыз да болады. Тағы да қосайық, сонда әдемірек болады. Мен 4 тамшы қостым, енді оған 5, 6 төгілді. Бұл не үшін қажет? Шын мәнісінде сіздер қызыл немесе көк бояғыштар емес, онымен қатар басқаны да қолдансаңыздар болады, себебі бізде ол анық көру үшін қажет. Өте жақсы. Яғни мына ыдыста ыстық суды айыру үшін біз бояғышты қостық. Кез келген бояғышты қоссаңыз да болады. Тек мұздың және ыстық судың бояулары әртүрлі болу қажет. Ал енді көрейік, егер біз мына мұз кесектерін суға қоссақ, не болады екен? Мына мұз кесектерді олар бізде ұяшықтарда тұрып кішкене еріп кетті. Ештеңе етпес, бәрібір сол температурасы суы төмен. Ал бірнеше мұз кесектерін қоссақ не болады екен? Жеткілікті бола ма екен? Қазір біз оны көрейік. Тағы да қосайық. Ал енді көрейікші, мына олардың кішкене болсын сол көк түсі
шыға бастады аққа. Көк түсі шыға бастады. Енді қараса, медеу. Мына көк түс бізде қайда қозғалды? Төмен қарай түсе бастады. Көрдің бе? Яғни суық бізде су төмен қарай түсті. Көрдің бе? Біз оны түстер арқылы айыра аламыз. Яғни конвекция солай жүреді. Салқын нәрсе астына түседі, ал ыстық болса, қазір көрейік. Ал енді ыстық су, жылы су қалай қозғалады екен? Оны былай шприцке толтырайық. Міне біз шамамен 20 мл толтырып алдық. Енді оны мына судың ішіне салып қосайық. Не болады екен? Иә, суымыз қызылға бояла бастады және Тағы да қосайық. Анық көріну үшін тағы да қосайық. және де үстіне көтеріле бастады. Ал енді күтейік. Қараса, міне қызыл түсті су жоғары жағында орналасқан, иә? Ал көк түсті бізде міне төмен жағында орналасқан. Енді оның себебі неде? Ол ауада да, осы жерде де, суда да қолданылатын нәрсе. Ол конвекция және де оны айта кетсек, яғни салқын ауа. Немесе салқын сұйық. Салқын сұйық су немесе ауа болсын, конвекция арқылы астына түседі. Неліктен? Себебі ол жерде ол тығыздыққа байланысты. Дұрыс айтасың. Яғни жылы ауа үстіне көтеріледі, себебі оның тығыздығы азаяды. Өте жақсы. Ал салқын болса, есіңде ме, біз бірнеше бағдарлама бұрын термометр жасап көрдік. Және де термометрді жылы суға қосқан кезде, жаңа термометрдің ішіндегі сұйықтық жоғары қарай көтеріле бастады. Ол неден? Яғни бұл жылылық ұлғаю. Температурасы артқан сайын сұйық не істейді? Ол ұлғаяды, көлемі ұлғаяды. Ал көлемі ұлғайған сайын оның тығыздығы керісінше төмендейді. Сол сұйық заттарға да, газ заттарында да осындай процесс кездеседі. Яғни температура жоғарылаған сайын тығыздық төмендейді. Сол себептен бізде ыстық су жоғары қарай көтерілді. Яғни қызылға, жоғары жағы қызылға боялды. Ал температурасы төмендеген сайын сұйық заттардың және газ заттардың тығыздығы керісінше артады. Ол өмірде де қолданылады. Яғни өзіміздің көрермендеріміз әлі де жауап берсе, біздің сұрағымызға, және де басқа да қай жерде қолданылады? Ол барлық жерде, мына конвекция процесі барлық жерде кездеседі. Жалпы конвекция процесі ағын арқылы жылу алмасу процесі. Яғни сұйық және газ заттарда кездеседі. Яғни температураның айырымына байланысты, температураның өзгерісіне байланысты ағын пайда болады. Ол бізде табиғатта да кездеседі. Бұлттардың пайда болуы, желдің пайда болуы осы конвекция процесіне байланысты. Соған тәуелді. Яғни қара, жердің бір полюсінде, мысалы, жаз мезгілі өте жақсы, ауа өте жақсы қызады. Екінші полюсінде керісінше қыс, ауаның температурасы төмендейді. Енді олар не істей бастайды? Олар қозғала бастайды. Яғни керісінше алмасуға тырысады. Және де ол жерде бір полюста қыс болса, жаңағыда жаз болып тұрады. Алмасады. Яғни температураның өзгерісі пайда болады. Температураның өзгерісі қысымның өзгерісіне алып келеді. Сол себепті бізде газ бен сұйық не істейді? Жылу алмасады, қозғала бастайды. Яғни ыстық ауа жоғары көтеріледі, суық ауа төмен түседі. Осылай бізде бір қозғалыс пайда болады. Осылай бізде жел пайда болады. Енді сұрағымызға өзіміз жауап береміз бе? Жауап берейік. Енді сол себептен бізде бөлмені жылытатын радиаторлар, олар астында орналасқан. Неге? Себебі олар асты арқылы төбеге көтеріледі. Яғни біз айта кеткендей, конвекцияда біздің
жылы ауамыз көтеріледі. Ал кондиционерлер неге үстінде орналасқан десек, о жоғарыда орналасқан себебі олар салқын ауаны астына түсіреді. Я, ал енді дәлірек айтатын болсақ, қара, ешқандай радиатор жоқ, кондиционер жоқ. Сонда бөлменің астыңғы жағында төменде суық ауа, үстіңгі жағында жылы ауа. Ол конвекция процесінің себебінен. Енді мына суық ауаны бізге жылыту қажет. Не істейміз? Төмен біз астына біз жылытатын радиаторларды орналастырамыз. Сонда біз қыс мезгілінде осылай бөлме температурасын жылытамыз. Ал енді керісінше жаз мезгілінде бізге жоғарыда орналасқан жылы ауаны керісінше салқындату қажет. Сондықтан бөлменің үстіңгі жағында біз кондиционерлерді орналастырамыз. Бұл кондиционерлер үстіңгі ауаны суытады да, жаңағы ауа төмен түседі. Енді бұл ақпаратты қалай қолдануға болады? Медеу байқадым ба? Үлкен кісілер, әже апаларымыз осы төменде отырғанда терезені жабуға сұрайды, себебі суық тиюі мүмкін. Яғни біз төменде еденде отырсақ, шынымен суық тиюі мүмкін. Себебі бүкіл суық ауа, салқын ауа төменде орналасады. Ал сонда өте биік жерлерде оның өзінде жылы ауа болмайды. Неліктен? Себебі ол жерде тығыздық азайғанмен жылы болып тұру керек. Ол жерде ауа аз болғандықтан ол жер суиды. Және де өте қатты биіктікте ол өте ыстық ауа емес, керісінше салқын ауа болып тұрады. Ол табиғатқа байланысты, яғни биіктік көтерілген сайын, ұлғайған сайын, жалпы планетада, жер планетасында ауаның температурасы төмендейді. Ол жаңа жылу алмасуға тәуелсіз, ол жалпы сондай табиғат, сондай заңдылық. Ал енді біз осымен біздің конвекция процесін біліп алдық. Енді оны түсінсеңіз өте жақсы болады. Яғни мына процесті тәжірибені жасау арқылы осы процестің физикалық мағынасын түсіндірдік. Ары қарай терминді жаттап алу қиын емес деп ойлаймын, Конвекция. Ал конвекцияның неше түрлері бар? Ең бастысы ол сұйықтықта, яғни судағы алмасу процесі, ал сонымен қатар газды осы біздің жерімізде болатын процесс. Және соған байланысты менде логикаға байланысты бір сұрақ бар. Дұрыс айтасың, конвекция процесі тек сұйық пен газ заттарда жүреді. Ал неліктен вакуумда қатты заттарда болмайды? Вакуум деген ол вакуум деген ауасы, яғни тығыз және жоқ. Ауа молекулалары жоқ, бос кеңістік. Ол ғалам ғарышта болады. Ал енді қатты заттарда да конвекция жүрмейді. Ол ненің себебі? Себебі олардың қатты заттарда, себебі олар тығыз қой бір-біріне молекулалар. Бәрекелді, дұрыс айтасың, өте. Олар арқылы конвекция өте алмайды. Дұрыс, себебі қатты заттарда біздің бөлшектеріміз бір-бірімен тығыз орналасады. Олар газ және сұйық заттардағыдай еркін қозғала алмайды. Яғни олар қозғалысқа келмейді. Сол себепті конвекция процесі жүрмейді. Ал вакуумда Медеу? Ал вакуумда тіптен ауа жоқ. Яғни ешқандай бөлшек те жоқ. Және алмаса алмайды, себебі ол жерде тіптен жоқ. Тіптен еш нәрсе жоқ. Сондықтан әрине ешқандай процестер жүрмейді. Және вакуумға байланысты бір өте қызықты бір заңдылық бар. Білесің бе, егер вакуумда біз қауырсын мен үлкен бір темір шарды бірдей биіктіктен бірдей уақытта тастасақ, олар бірдей жерге түседі. Себебі ауа жоқ. Өсектер жоқ, еш нәрсе әсер етпейді, ешқандай ауа кедергісі жоқ. Сол себепті бірдей жерге түседі. Гравитация ғана. Жер планетасында тек гравитация. Осымен, құрметті көрермен, біз бүгін конвекция процесін біліп алдық, оны іс тәжірибе жүзінде көрсеттік. Сіздерге ол пайдалы және қызықты болды деп ойлаймын, Енді осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.